Endi бұл парламенттік реформа емес, бұл президенттік реформа. Олай дейтін себебім, бұл президенттің өкілеттілігін, президенттік биліктің үстемдігін қамтамасыз ететін реформа. Ал енді осының ішінде мына парламентке өкілеттіліктер берілуі, оның қызмет ауқымын кеңейтуі, пәрменділігін арттыру мәселелері жоқ. Бұл конституцияны қайтадан жасау керек еді. Және оны 1993 жылғы бастапқы қалпына келтіріліп, 93 жыл құрылған конституцияның негізінде толықтырылып қайта жасалды деп атаса сол дұрыс болар еді. Сонда ғана біз шын мәніндегі парламенттің рөлін арттыра аламыз. Бұл конституцияда парламент өте мәнге ие болды. Тәптәуір рөл атқарды. Сондықтан да бұл жаңағы 95 жылы Назарбаевтың өзгертуі, ол жеке билігін, президенттің билігін, бүткіл билікті бір қолға шоғырландыру саясатын, олигархиялық отбасылық билік жүйесін құру үшін керек болды, сол үшін өзгертілді. Парламент енді тек қана партиялық жүйе арқылы сайланады. Партия мүшесі болмаса, онда ол азамат, ол адам дауыс беруге құқысы болғанмен сайлану құқығынан айырылады. Ал енді тізім бойынша, партиялық тізім бойынша өтетіндер кімдер? Олар ақшасы бар қалталылар, ол бекер әңгіме емес. Сонда ақшасы барлар белгілі бір партияға кіреді, сөнген сонымен парламентке барады дейік. Сонда ол кімді тыңдайды? Ол сол өздерін өткізген партияның, және сол партиялық тізім бойынша кіргендіктен де олар президенттің әкімшілігін соларға бағынышты болады. Демек, бұлар елдің мүддесін емес, биліктің мүддесін, оның ішінде президенттің мүддесін қорғаушы, қолдаушы, соның айтқан тапсырмаларын іске асырушы ғана болады. Бұл демек, парламентті дамытатын, демократияға қарай қадам басқан реформа емес. Бұл керісінше демократиядан шегінген азаматтардың құқығын одан ары шектеуге бағытталған реформа.